Сәлеметсіздер ме? Пайда мен зиян YouTube каналының көрермендері. Алкоголизммен күресу оңай емес. Бүгінгі тақырыбымыз осы жайлы болмақ. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Алкоголизм 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең. Оны ішу кезінде бақылау жоғалады. Ішкен әрбір жағдайға сылтау табылады. Агрессиямен, ашушаңдықпен, есте сақтау қабілетінің жоғалуы бірге жүреді. Бірінші кезеңнің соңында алкогольге төзімділік басталады. Екінші кезең адам тұтынатын алкоголь мөлшерін бірте-бірте толық бақылауды жоғалтады. Дененің айтарлықтай тәуелділігі байқалады. Денсаулыққа қатысты мәселелер пайда бола бастайды. Бас ауруы, нашар ұйқы, тітіркену, жүрек ауруы, көп күндік маскүнемдіктің тұйық шеңбері болады. Үшінші кезең маскүнемнің денесі көп мөлшерде алкогольді қажет етеді. Алкогольдік амнезия жиілеп, өмірдің барлық салалары екінші орынға түсіп, жалпы деградация пайда болады. Алғашқы екі кезеңді үйде емдеуге болады. Денеге зияны жоқ максималды әсерге қол жеткізіледі. Үшінші кезеңінде науқасты медициналық мекемеге шұғыл түрде жатқызу қажет. Үйде алкоголизмді емдеу дәрігермен кеңесуден басталуы керек. Нарколог үйде емдеудің дұрыс жоспарын анықтай алады. Кей жағдайда үйде алкоголизмді халықтық емдеу әдістерімен емдеуге тырысуға болады. Назар аударыңыз, бұл әдістер алкогольге тәуелділіктің бірінші кезеңінде ғана жұмыс жасайды. Сонымен лимон шырыны. Алкоголизмді лимон шырынымен емдеу курсы 14 күн. Әдісті қолдануға қарсы көрсеткіш асқазан жарасы, гастриттің өршуі, асқазан ішек жолындағы қышқылдылықтың жоғарылауы. Бірінші күні 1 лимон шырынын ішу керек. Екінші күні 2 лимон шырыны қолданылады. Сонымен апта бойы 1 күн сайын 1 лимон қосылады. 1 апта қолданғаннан кейін лимон санын керісінше күн сайын 1 данаға азайтып отырасыз. Сонда 14-ші күні 1 лимон шырынына қайтып келесіз. Бал терапиясы. Әдіс ағзадағы калий мен глюкозаның тапшылығын толтыруға негізделген. Оның шағын қабылдау курсы 2 күн. Бірінші күні бір уақытта 6 ас қасық бал тұтыну керек. Барлығы күніне осындай 3 қабылдау бар. Олардың арасындағы интервал 20 минутты құрайды. Екінші күні балдың 3 дозасы бар. Бірінші және екінші қабылдау әрқайсысы 6 қасық, үшінші 4 қасық. Лавр жапырағы терапиясы. Рецепт алкогольге құмарлықты азайтуға көмектеседі. 200 мг қайнаған суға 2 лавр жапырағын қайнату керек. Баяу отқа салып 10 минут қайнатыңыз. Тұнба сүзгіден өткізіліп салқындатылады. Күні бойы кішкене бөліктерде ішу керек. Сіз ерітіндіні ұзақ уақыт қабылдай аласыз. Тұнбалары алкогольді ішуге деген құштарлықты азайту үшін қолайлы. Алкоголизмге қарсы барлық дерлік дәстүрлі медицина асқазан ішек жолдарының бұзылуына қарсы екенін есте ұстаған жөн. Жалпы алкоголизмді үйде жеңуге болады. Ол үшін науқас өзінің оны жеңуге деген ынта-жігері күшті болуы керек. Емдеудің тағы бір алғышарттарының бірі жақын адамдарының қолдауы мен сенімі. Дәрігерлер қалпына келтіруді жеңілдету үшін мынандай жалпы ұсыныстар береді. Күніне кемінде 8 сағат ұйықтау, дәрумендері жоғары тамақтану, күніне 2 литрден бастап көп су ішу, тұзды және ащы тағамдардан бас тарту, таза ауада серуендеу, күніне 2 рет салқын душ, бос уақытты толтыру, жағымды эмоциялар, позитивті фильмдерді көру, сүйікті хобби, ойындар, қалыпты физикалық белсенділік, спорт. Негізгі ұсыныс алкогольді ішуден толық бас тарту. Науқас алкогольді ішімдіктерді еске түсіруде де шектелуі керек. Жалпы берер ақпаратымыз осы. Азғантай болсын пайдасы тисе қуаныштымыз. Видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Қандай пайдалы ақпарат алғыңыз келеді комментарийге жаза кетіңіз. Сау болыңыздар.